Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен өзім үйде жасайтын, ағзаға пайдалы, күннің ыстығында шөліңді басатын осындай салқын көженің рецебімен бөлісетін боламын. Мен осындай дәндерден ақ жүгері, сары жүгері және бидай алдым. Бұларды әбден тазалап алдым. Енді осыларды жақсылап жуып аламыз. Енді осыларды дәндерімізді тазалап жуып аламыз. Осы тазалап жуылған жүгерілерді саламыз. Енді осының үстіне су құямыз. Мен бұған мына жерде 6-7 литр су құйдым. Енді суымыз қайнап шықты. Енді бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Енді жүгерілеріміз 30 минуттай қайнап алды. Енді осының үстіне бидайды саламыз. Енді тұзымызды салып жібереміз. Енді осының әбден пісуін күтеміз. Әбден піскенше жай отқа баяу қайнатамыз. Міне біздің көжеміз дайын болды. Ішіндегі жармалар толықтай жарылып пісті. Енді осыны суығанша қойып қоямыз. Ал енді біздің пісірген көжеміз толықтай суыды. Жармасы да өте әдемі болып пісті. Өте жұмсақ. Енді осыған айранымызды қосамыз. Менде мынау дүкеннің айраны. Дүкеннің айранын қостым. Міне біздің салқын көжеміз дайын болды. Енді осыны холодильникке салып қоямыз. Менің жасаған көжем ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.